Сәлем достар, біз бүгін биология пәнінен 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Біз бүгін 7-ші сыныптың тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ бізде өсімдіктің тасымалдауға қатысатын бөлімі. Бізде 4 вариант берілген. А. Жеміс, Б. Сабақ, В. Жапырақ, Д. Гүл. Бұл жерде дұрыс жауабы сабақ. Екінші сұрақ кесте берілген. Осы кесте арқылы сәйкестендіруіміз керек. Жануарларды заттарды тасымалдауға қатысатын мүшелерді атаңыз. Амеба және сүтқоректілер. Бұл жерде біз сүтқоректілер бұл қан айналым жүйесі арқылы тасымалдайды. Амеба цитоплазманың қозғалысы нәтижесінде заттарды орын ауыстыруы. Екінші сұрақ өсімдіктердің тасымалдау жүйесінің сызбасы берілген. Ағзалық бұл жерде де кесте берілген. Яғни осыны сәйкестендіруіміз керек. Ағзалық заттар және бейағзалық заттар. Ағзалық зат бұл флоема, бейағзалық зат ксилема. Жануарлар организмінің тасымалдау мүшелерін атаңыз. Бұл жерде кесте берілген. Кестені толтыруымыз қажет. Бізде атау және түсініктеме дейді. Түсініктеме бойынша табамыз біз арқа құрсақ қан тамырларынан сақина тәрізді байланыстырғыш құралды тамырлардан тұрады. Қан айналым жүйесі ашық, қан айналым жүйесі тұйық, жүрек қан тамырлар. Яғни осы арқылы біз атауын табуымыз қажет. Бірінші бұл шұбалшан, екінші қан айналым жүйесі ашық ұлу, қан айналым жүйесі тұйық және жүрек қан тамырлары бар бұл желілер. Бесінші тапсырма суретте өсімдік сабағының және тамырының көлденең кесіндісі берілген. Суретті көрсеңіздер, А және В сурет көрсетілген. Осы сурет арқылы біз сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, сабақтың ішкі құрылысын сипаттаңыз. Бұл қабықша, өң, тоз, тін, камбий, сүрек, өзек. Екінші, В. Тамырдың ішкі құрылысы, тамыр аймақтары, оймақшасы, бөліну, өсу, сору, өткізу. С. Тамырдың және сабақтың арасындағы байланыстарға сипаттама бер. Тамыр және өркен бір-бірінен ажырамайтын өсімдік мүшелері және өсімдік организмінің тіршілік процестеріне бірдей әсер етеді. Яғни тамырсыз өркен дамымайды, ал өркенсіз тамыр тіршілігін жояды. Өйткені екеуі бір-біріне тығыз байланысты ажырамайтын өсімдік мүшелері. Тамыр өсімдікті сумен және минералды заттармен, ал өркен өсімдікті органикалық заттармен қамтамасыз етеді. Алтыншы сұрақ. Жануарларды заттарды тасымалдаудың маңызына 2 мысал келтір. Барлық жануарлардың арнайы тасымалдайтын мүшелері бар және қоректік заттар тасымалданады. Жетінші сұрақ. Суретте жапырақтың ішкі құрылысы берілген. Біз суретті қарайтын болсақ, бұл жапырақтың ішкі құрылысы төбесінде жанаспалы жасушалар, астар жағында өң жасушалар және оң жақта тыныс саңылаулары. Яғни осы арқылы сұрақ берілген. Сұрақты оқимыз. Жапырақтың тыныс саңылауының атқаратын қызметін жазыңыз. Тыныс саңылауы, газ алмасу және жапырақтың суды буландыруы, транспирация жүреді. Бұл сұрақ түсінікті болса, келесі сұраққа өтеміз. Бізде төмендегі суретті пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Яғни біз суретке қарасақ, бұл күн жарығы, яғни фотосинтез үдерісі көрсетілген. Осы арқылы бізде сұрақтар беріледі. Бірінші сұрақ, бізге 3 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ бұл фотосинтез қандай үдеріс? Бұл күн сәулесінің қатысуымен жүретін өте үлкен процесс болып табылады. Екінші, хлорофилдің рөлін алғаш сипаттаған кім? Бұл Тимирязев. Яғни хлорофилді не фотосинтезді ашқан ғалым бұл Тимирязев болып табылады. Үшінші сұрақ, қан жапырақтың қай бөлігінде түзіледі? Жанаспалы жасушада фотосинтез нәтижесінде глюкоза, содан кейін қан түзіледі. Тоғызыншы сұрақ, бізде бұл тұжырымдаманы оқып, атауларын жазыңыз дейді. Яғни атауы және түсініктеме. Бұл жерде кесте берілген. Осы арқылы кестені толтырамыз. Бізде шұбалшаң, суда еріген оттегімен тыныс алады. Гидра тері жабыны арқылы тыныс алады. Ал жануарлар өкпемен тыныс алады. Өйткені ол сүтқоректілерге жатады. 10-шы сұрақ. Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды салыстырыңыз. Бізде 2 сурет берілген, Б және А. Яғни бұл жерде құстың және бунақденелілердің, яғни шыбынның өкпесі берілген. Осыларды салыстырамыз.
бунақденелілер бұлар дем түтігі арқылы дем алады. Ал омыртқасыздар, то есть құстар өкпе және ауа қапшықтары арқылы тыныс алады. Яғни омыртқалы құстың өкпесі, ал екінші бұл омыртқасыздар жәндіктің дем түтігі. Екінші суретті қарасаңыздар. Келесі сұрақ, бізде бұл тыныс жолдарын ретімен жазыңыз. Яғни бізде тыныс жолдары бар, соны ретімен жазамыз. Бірінші мұрын қуысы, екінші көмей, үшінші кеңірдек, төртінші бронхлар. Түсінікті болса, біз соңғы сұраққа өтеміз. Бізде 12-ші сұрақ. Бөлме өсімдігінің қасына әкті қойып, оларды шыны ыдыспен жауып қойғанда не себепті әк лайланады? Өсімдіктің тыныс алуда көміршқыл газын бөліп шығарады. Сол арқылы көміршқыл газы арқылы әк суы лайлайды. Достар, біздің бүгінгі осы видеомыз бір оқушының өтініші бойынша жасалған еді. Осы видеомыз егер ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырып, каналға жазылып отырыңыздар. Алдағы күндерде басқа пәндерден де БЖБ, ТЖБ тақырыптары тұрақты түрде шығып отырады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.